Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, қонақжай студияда мейманымыз бар, таныс болыңыздар. Бізде қонақта ақын, журналист, өнер зерттеушісі Нұрлыбек Қалауов ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Қайырлы таң, көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй бәрі өте жақсы. Аманшылық. Түсінікті. Енді аға бүгін Сақтаған Байышев атындағы облыстық әмбебап кітапханасында өзіңіздің қала тұрғындарымен, жалпы кітап оқушы көрермендермен онлайн кездесуіңіз өтеді екен. Кітап ізгілік жолының бағдаршамы деп аталады. Осы туралы толығырақ айтып өтсеңіз. Нешеде, қалай көре алады сізді тұрғындар? Кездесуде не айтылады? Сол туралы біле кетсек. Бұл негізі қазіргі мына адамдардың мен байқайтыным, біз неғұрлым ғылым мен техника заман дамыған сайын, заман жақсарған сайын, осы адамдар кітап оқудан қашықтап бара жатыр. Осы арада мен екі нәрсені айтқым келеді. Мына ғылыми коммунизмнің негізін салушы Энгельс айтады, Фридрих Энгельс. Ол адамды адам еткен еңбек дейді. Ал қазақ мына руханиятының ғұламасы Әбіш Кекілбай айтады. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана дейді. Мен осы Әбіш ғұламаның айтқанына қосыламын. Неге дейсіз? Себебі кітап бұл шындығында да осы ізгіліктің бағдаршамы. Неғұрлым кітап адам білімі көбейген сайын, неғұрлым ғылымды сүйген сайын, адамның мына жеке бойындағы жаман әдеттен арылу, неғұрлым жақсылыққа, былай әлгі кішкене ғасырын қарап айтсақ, періштелікке, пенделіктен періштелікке қарай ұмтылады деп есептеймін. Сондықтан да осы кітаппенен, қазіргі кезде осы кітаппенен әсіресе осы күні мына жаһандану дейміз, интернет жүйесі дамып кеткеннен кейін, мына қазіргі балаларымыз, жастарымыз кітаптан гөрі мына телефондағы, смартфондағы деректерді пайдаланатын болып. Осы арада айтып кететін бір нәрсе бар. Ғылым кітапта, а телефон жаңағы беретін нәрселер, интернеттің беретін, ол деректер. А дерек ғылым емес. Осы екеуін шатыстырып алып, жаңағы дайын интернеттен, жаңағы неден, ғаламтордан іздейтін бір қалыптасып кетті. Осы дұрыс емес. Жүйелі ғылым, баянды ғылым ол кітапта деп бағалаймыз. Осы бағытта қызмет етілу керек деп ойлаймыз. Осы бағыттағы жұмыстарды мен игілікті жұмыс деп санаймын. Енді мынау еліміздің соңғы кездегі жаңалықтарына байланысты қазіргі кезде енді онлайн жүйесіне көштік қой енді. Деректі біз енді онлайн режимінде өзімізге керекті ақпаратты аламыз. Ал енді аға, жалпы осы онлайн кітап оқу адамға қандай да бір пайдасын бере ме? Кітап оқыған дұрыс па әлде онлайн режимде? Екеуі екі түрлі ғой былай. Екеуі екі бағыттағы нәрсе. Бірақ екеуі де білім береді. Екеуінің де мына онлайн жүйесіндегі қазір бізде байқасаңыздар, біз кітап оқымады дегенменен өте зерек, өте еңбекқор, өте талантты бір жастар бар. Олар тіпті мына бағдарламадан сырт шетелдік әдебиеттерді алып, шетелдік жаңа ғалымдардың айтқанын алып жасап жатыр. Оның мысалдары өте көп. Жақында ғана осы қазақстандық бір-екі балдар туралы хабар көрсетті. Солар өз бетінше дамып, өз бетінше жетілгендер және жаңалықтар ашып жатыр. Сондықтан да онлайн жүйесінің беретін ізденімпаз адамдарға беретін оның пайдасы өте көп, білімі көп. А кітап ол енді қол жетімді нәрсе. Ол менің де қолым жетеді, ауылдағы жаңағы адамдардың да қолы жетеді. Ол екеуі осындай нәрсе. Енді заманның ағымда онлайн жүйесін пайдаланудың жаңағы ізденімпаз адамға мүмкіндіктері көп. Осылай бағалаймын. Аға, енді жаңа сұхбат басында өзіңіз де айтып қалдыңыз, расымен қазіргі таңда кішкентай балалардың өзі телефонға әуес, құмар. Ал енді кітаппен дос болуға қалай шақырамыз? Кітаппен дос болуға оның шақыратын бір нәрселері бар. Біз мына нәрсені ұмыттық. Мысалға енді мен мүмкін сәл көптеп айтып кетерім. Мысалға бір ел бір кітап деген акция жүріп жатыр. Оның негізі ана Чикагодан басталған, Америкадан дейді. Сосын жыл сайын бір кітапты белгілейміз де, соны насихаттаймыз. Ал осы бір ел бір кітап, маған айтқызсаңыз, бұл қазақтардан шықты. Бұның негізгі автор қазақтар. Тіпті мына жазу сызудың кең уақытында, тіпті анау ауыз әдебиетінің тұсында атаның балаға айтқан ертегісі, батырлар жыры, жыршы жыраулардың таңды таң құрып жырлауы, бұл және соны тыңдаған адамның бір тыңдағаннан қағып алып келесі ауылға барып айтуы. Бір ел бір кітап, бұл қазақтардан шықты. Сондықтан да біз осы кітапты оқуды,
кітаптағы мына керемет мына оқиғаларды соны насихаттау жағын қалып бара жатырмыз да, біздің әсіресе мына қазір балаларға жүктемелер өте көп мектепте. Сондықтан жаңағы қай пәнде де жүктемелер, бағдарлама жүктемелер көп болғаннан кейін осы бір кітаптың мазмұнын ұғындыру, оларды қызықтыру жағы қалып бара жатыр. Себебі ол бүгін әдебиетке жүгірсе, ертең математикаға, ары күні географияға, сондай жаңағы не көбейіп кетті де, балдарды әрқайсысы өзіне тартады жақсы баланы, міне осымен кітап оқу нашарлап қалды. Бірақ шындығында негізінде мына осындай адамдардың әңгімесін тыңдау арқылы ойға ой қосып кітапқа құмарланған балада оны ештеңе тоқтатпайды. Ол енді кітап оқумен құмар болады. Осы бір нәрседе біз кішкене кемшін қалып жүрміз. Мұғалімдерде, басқаларда жасыратын жоқ, жаңағы бір бағытта менің пәнімді жақсы оқыса деген бағытта ғана жұмыс істейміз. Ал жалпы мына адамзаттық, абай айтқан толық адамдық тәрбиеге осы жағында бізде кішкене кемшіліктер бар. Нәтижеге жұмыс істеп кеттік деп ойлайсыз ғой жалпы. Ал енді қазіргі кезде енді карантинді пайдаланып, осы кітап оқуға енді барша жұртты шақырып жатырмыз ғой, енді онлайн режиміне көштік. Енді қандай кітап оқуға кеңес бересіз? Осы жерде айта кетейін. Себебі осы мына неде телефон арқылы әркімдер жазып жатты. Мынау бізге түрме болды ғой. Енді әлі оны сонша күн оқимыз. Біз бордақы қойған жаңағы нәрсе сияқтымыз, тамақ ішуден басқа кәсіп жоқ дейді. Ал мына Жұбанов университетінің ғалымдары, оқытушылары керемет бір нелер жазып жатыр, бастамалар жасап жатыр. Онлайн жүйесіне арқылы оқытып жатыр бір, және айтады, ізденіп біздің бос уақытымыз жоқ дейді. Себебі қазір мына бос олардың мүмкіндігі кеңейген сайын жауапкершілік артты. Жауапкершілік айтқан сайын онлайн оқытуды оны тек қана студент көріп, тек қана басқадан көрмейді. Оны бүкіл халық көреді. Соның алдында жаңағы дұрыс сөйлеп, дұрыс білім беріп, жүйелі өз пәнін жеткізуге тырысады. Сондықтан да мен айтар едім, мінекей осы бүгінгі мына ағайындарға, қазіргі мына бізге ерекше мына не болып жатыр ғой, мына карантин дейміз бе, осы уақыт нағыз балаңмен жұмыс істейтін уақыт. Осы уақыт біліміңді толықтыратын уақыт. Осыны пайдалан деп айтқым келеді. Себебі осы кітап оқыған сайын сенің тек қана білімің ғана көбеймейді, сонымен қатар мына ойыңа ой қосылады. Бір ғана кіріп шығуменен немен шектелмейді. Таңның ату, күннің бату бір қалып жоқ. Ойыңа ой қосылады. Ал балаға беретін тәрбиеге, балаға берілетін жаңағы ата арқылы берілетін мына тәрбие дейміз ба, өнеге, ол нағыз осымен уақытты пайдаланып қалу керек. Осылай түсінемін. Бұрын енді уақыт жоқ, қазір енді уақыттың барлығын пайдалану керек дейсіз ғой. Пайдалану керек. Осы сәтті жібермеу керек. Ойбай уақыт жоқ, қашанғы төртқа қабырғаға қараймыз, телевизорға қашан қараймыз деген, ол енді тоғышарлық түсінік. Ол нашарлық түсінік. Нағыз мінекей өз саған балаңнан жақын ешкім жоқ ата-анаға. Сондықтан сол балаңа құйттай көңіл бөліп отыршы. Тақ бақ жаттатшы кішкентай немереңе. Болмаса мына кітапты оқып шықты, ертегі айт. Міне осыдан нағыз пайдаланатын уақыт осы келді. Тамаша. Әрине, олай болса уақытыңызды бөліп студияға келгеніңізге көп рахмет. Алдағы уақытта тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.